Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 11-ші сабақ дыбыс үндестігі тақырыбын жалғастыратын боламыз. Бірінші тапсырма 46-шы жаттығу. Сөз тіркестерін көшіріп жаз. Айтылуда сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың қалай өзгергенін анықта. Олардың айтылуы мен жазылуын салыстырып, өзің қорытынды жаса. Балалар, енді қараңыздар, жазылуы және де айтылуы деп екі топқа біз бөліп қойдық. Енді ақ жаулық сөзі жазылған кезде ақ жаулық деп жазылады, ақ жаулық деп айтылады. Яғни бұл жердегі қ әріпі ғ-ға айналады. Ай қабақ болып жазылады, ай қабақ болып айтылады. Дөңгелек үстел болып жазылады, дөңгелек үстел болып айтылады. Көк аспан болып жазылады, көк аспан болып айтылады. Демек, балалар, дауыссыз дыбыстар, дауысты дыбыстармен бір-біріне ықпал етіп, өзара сәйкестендіріп, дыбыс үндестігіне айналып, айтылып жатыр екен. Олай болса, балалар, 46-шы жаттығу сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Айтылуы және де жазылуы осылай болады. Енді 47-ші жаттығу оқы. Сөздердің аралығындағы көршілес дыбыстардың айтылу кезінде өзгеру себебін түсіндір. Балалар, алдымен біз бұны айтылуы және де жазылуын бөліп жазып алайық. Қараңыздар, жазылуы ақ-лақ болып жазылады, айтылғанда ағлақ болып айтылады. Ала кел, торат болып жазылады, торат болып айтылады. Ақ алтын болып жазылады, ақ алтын болып айтылады. Қарала сиыр болып жазылады, қарала сиыр болып айтылады. Балалар, көршілес дыбыстар өзара ықпал етіп, бір-біріне үндесіп айтылып жатыр екен. Олай болса, 48-ші тапсырманы орындайық. 48-ші жаттығу сөздердің қатесін түзетіп жаз. Балалар, бұл жерде қарасаңыздар, сөздердің айтылуын жазған. Енді біз қалай дұрыс жазылу керек, соны жазамыз. Жұмысшы, сенбеді, жауынгер, жарқабақ, ақ-лақ, ала кел болып дұрыс жазылады екен. 49-ші жаттығу. Берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, Арал теңізі тақырыбында монолог құра. Жоспар: Арал теңізі бірінші, екінші Арал теңізінің апатты аймаққа айналуы, үшінші Арал теңізін құтқару шаралары. Енді балалар, бізге берілген тірек сөздер ол Арал теңізі, мен, апатты аймақ, қазір, ғаламдық мәселе, буға айналу, аударылды, бұрынғыдай, су, аз, айналдым, суалып қалды. Монологыңды былай деп баста: мен Арал теңізімін. Олай болса, балалар, монологты былай жаздық: мен Арал теңізімін. Бұрын менің суым мол, балығым көп еді. Жағамда ауылдар, құстар, жануарлар тіршілік ететін. Кейін мен апатты аймаққа айналдым. Суым әкелетін өзендер бөгеліп, суым тартылып, тұзды шаң айналаға тарады. Қазір менің орнымда үлкен құрғақ жер, тұзды құм бар. Табиғатқа, адамдарға зиян келді. Мені құтқару үшін адамдар ағаш отырғызып, өзен суын жіберіп, тазалыққа мән беріп жатыр. Мен табиғатты аялап, суды үнемдесек, қайтадан толыға аламын. 50-ші жаттығу. Балалар, сөздерді айтылуы мен жазылуы бойынша бір-бірімен сәйкестендір. Балалар, бұл жердегі айтылуы қарала, үңгір, жазса, көнбеді, келемекен, көкгүл. Мінекей, балалар, бір-бірімен сәйкестендіріп қойдық. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар. Каналымызға тіркеліп, қоңыр жүлшаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сабағымыз ұнаса лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жаза өтіңіздер. Міндетті түрде жауап қайтаратын боламыз. Олай болса, келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.